Армысыздар, қазыналы қазақ елі, құрметті тыңдарман қауым. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдық мерекесіне арналған халықтар бірлігінің формуласы атты ақпараттық сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Біз қазақ ешқашан бөлінбеген, бір-бірінен жерінбеген азаматтар елім деген, бірлікпен топ бастаса талайлаған қан майданнан чегінбеген, сондықтан қиян кескі шайқастардың өзінде жеңілмеген текті қазақ боламыз. Біздің қалып жақын түгіл, жаттың өзін жақындай көріп, бауырына баса білген, құшағын аша білген, қонағын сыйлай білген ұлы халық. Бірақ халық қазақтың қайсарлығы, бөрі мінез, батырлығы да белгілі. Доспын дегенге құшағын ашатын, қаспын дегенге қылышын тосатын, осындай ерлігі мен өрлігі жарасқан текті халық ұрпағымыз. Ал бүгінде еліміз аман, жұртымыз тыныш. Бұның бірден бір айғағы еліміздегі 130-дай ұлттардың, ұлыстардың бір-біріне деген сыйластығы мен ынтымағы, береке, бірлігі. Оған себеп біздің елде дінге және тағы әрбір ұлттың салт санасына деген құрмет, ілтипатымыз айдан анық көрініп тұр. Соның дәлелі болар елімізде тыныштықтың, татулықтың белгісінде көптеген іс-шаралар ұйымдастырып, әрбір халықтың баласын бауырына басып жататын қазақ деген текті халықтың үрелі, айтпаса да ерекше екені бесенеден беп белгілі. Осындай тұрақтылық, бірліктің формуласы дегеніміз әрбір ұлттың өзіне деген, өзгеге деген, көршісіне деген, досына деген шынайы тұнық достық пейіл сезімдері. Осындай ізгі ниет сезімдерден, көңілдерден айырылмайық. Еліміздің бірлігі мен тірлігі мәнді де сәнді болып, келер ұрпаққа таңдай қақтырар керемет ел болайық. Бірлік туын бірге ұстап, арман мақсаттарымызға бірге жете берейік. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерекесіне арналған халықтардың бірлігінің формуласы атты бүгінгі ақпараттық сағатымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Басымыз аман, бауырымыз бүтін, еліміз аман есен, жұртымыз тыныш болсын. Көк туымыз көк аспанда желбіреп, көк туымен қатар достықтың да, бірліктің де, елдіктің де туы желбірей білсін. Рахмет назарларыңызға.